Оразаның адам денсаулығына пайдасы. Бірінші, жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организмдегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып әл жинап алу қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенділікпен жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшер сияқты зиянды заттардан арылтады. Екінші, қант ауруына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі, ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі дем алады. Ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безінің шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай, қант ауруын емдеудегі өте ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Үшінші, артық салмақтан арылуға әсерін тигізеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмалардан дәм тартып, аз ғана су ішіп ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезінеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Төртінші, тері ауруларына пайдасы бар. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды, яғни терідегі су құрамы да кемиді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы мен аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. Бесінші, тұз байлану ауруына пайдасы бар. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдерден көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшық еттердегі протеин құрамы тым көбейіп бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлану ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытта ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол. Алтыншы, ас қорыту жүйесі дем алады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің дем алуына мүмкіндік береді. Дегенмен, адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен, сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесі жақсарып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни асқазанда жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болу қажет.
7. Жағымсыз тәуелділіктерден арылады. Жағымсыз тәуелділіктер десе алдымен көз алдымызға түтіні бұрқыраған темекі келетіні хақ. Өкінішке орай, оған тәуелділіктен жай адамдарды айтпағанда 5 уақыт намаз оқып жүрген бауырларымыздың да арасында да зардап шегіп жүргендер бар. Сондай кісілер үшін Рамазан айы арам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Себебі басқа күндері темекіні тастаймын деп өзіңізге уәде беріп артынан нәпсі құрғырының айтқанына ілесіп кеткеніңізбен оразаның уақытында Алладан қорқыныш бұдан сізді иншалла қайтарады. Әрине, қазіргі заманда тәуелділіктің түрі көп. Олардан арылу алдымен адамның өзіне байланысты. Оразаның күнінде тоқтатып, түнінде қайта бастауы да мүмкін. Бірақ біліп қойыңыз, Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, сондай-ақ жаман сөздерден, ұсқынсыз әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктерден айырылуға көмектесетін мүмкіндік айы. Арыла алмай жүрген тәуелділіктер болса, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Осыларды зерделеп қарасақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізді ғана емес, осы дүниеде де деніміз сау болып жүруімізді қалаған екен. Расында бізге жаратушымыздай мейірімділікті, шапағатты ешкім көрсете алмайды. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар, осы дүниеде де сауаттылықты ұстанамыз. Алла ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз.